16-17 наурыз қадір түні. Дұғалар қабыл болатын қасиетті түн. Адам өмірінде ерекше түндер болады. Сол түндердің ішіндегі ең қасиетті, ең қадірлі түндердің бірі қадір түні. Бұл түн мұсылмандар үшін өте маңызды, өйткені осы түні жасалған құлшылықтың сауабы 1000 айдан да артық деп айтылған. Қадір түні бұл тек бір түн ғана емес. Бұл түн адамның жүрегін тазартатын, Аллаға жақындайтын, кешірім сұрайтын, дұғалар қабыл болатын ерекше уақыт. Бұл түн туралы қасиетті Құранда да айтылған. Қадір түні адамдарға тура жол көрсету үшін Құран түсірілген түн. Сол себепті бұл түннің қадірі өте жоғары. Бұл түнде періштелер жерге түсіп таң атқанға дейін тыныштық пен береке орнайды. Сондықтан мұсылмандар бұл түнді бос өткізбеуге тырысады. Қадір түні бұл адамның өткен өміріне ой жүгіртіп жасаған қателіктері үшін кешірім сұрайтын түн. Әр адам өмірінде кейде қателік жасайды, кейде біреудің көңілін қалдырады. Бірақ Алла тағала мейірімді. Егер адам шын жүректен тәубе етсе, Алла оның күнәларын кешіреді. Сондықтан қадір түні тәубе ететін, жүректі тазартатын, жаңа өмір бастауға ниет ететін уақыт. Көптеген адамдар бұл түнде дұға жасап, Алладан жақсылық сұрайды. Өйткені бұл түнде жасалған дұғалар ерекше қабыл болады деп сенеді. Қадір түні тек дұға жасап қана отыратын түн емес. Бұл түнде мұсылман адам әр түрлі құлшылықтар жасайды. Мысалы, намаз оқу ең маңызды амалдардың бірі. Намаз адамның жүрегін тыныштандырады, Алламен байланысын күшейтеді. Сонымен қатар Құран оқуда үлкен сауапты амал. Құран адамға тура жол көрсететін кітап. Қадір түні Құран оқыған адамның жүрегі нұрланады. Тағы бір маңызды амал зикр айту. Зікір дегеніміз Алланы еске алу. Субханаллах, алхамдулиллах, Аллаху акбар деп айту арқылы адам жүрегін тазалайды. Қадір түні кешірім сұрау да өте маңызды. Әр адам Алладан: «Уа, Алла, менің күнәларымды кешір» деп шын жүректен сұраса, Алла тағала оны кешіреді. Бұл түнде садақа беру де жақсы амалдардың бірі. Біреуге көмектесу, мұқтаж адамға қолдау көрсету үлкен сауап. Қайырымдылық жасау адамның жүрегін жұмсартады. Біреуге жақсылық жасаған адам өз өмірінде де береке көреді. Тағы бір маңызды амал дұға жасау. Дұға адамның Алламен сөйлесуі сияқты. Адам жүрегіндегі барлық тілегін Аллаға айта алады. Қадір түні жасалған дұғалар ерекше қабыл болады деп айтылады. Сондықтан бұл түнде адамдар денсаулық, береке, тыныштық, отбасының амандығын сұрайды. Кей адамдар бұл түнде тахажуд намазын оқиды. Бұл түнде оқылатын ерекше намаз. Бұл намаз адамның иманын күшейтеді. Қадір түні жүректі жұмсартатын түн. Бұл түнде адам өз өмірі туралы ойлайды. Қайда бара жатыр? Не үшін өмір сүріп жүр? Қандай адам болғысы келеді? Бұл сұрақтарға жауап табу адамды өзгерте алады. Кейде адам өмірдің қарбаласында Алланы ұмытып кетуі мүмкін. Бірақ қадір түні Алланы еске алатын, жүректі қайта оятатын түн. Бұл түнде адамдар мешітке барып бірге намаз оқиды. Бірге дұға жасайды. Бұл адамдардың бірлігін күшейтеді. Қадір түні тек құлшылық қана емес. Бұл түн жүректі тазарту, адамдарды кешіру, ренішті ұмыту уақыты. Егер біреумен ренжісіп жүрсеңіз, сол адамды кешіруге тырысыңыз. Өйткені кешірім жүрекке тыныштық береді. Бұл түнде ата-анаға дұға жасауда өте маңызды. Ата-ананың амандығын тілеп, олардың разылығын алу үлкен сауап. Сонымен қатар балалар үшін дұға жасауда жақсы амал. Әр ата-ана баласының жақсы адам болғанын қалайды. Қадір түні үміт түні. Бұл түнде адам Алладан жаңа мүмкіндіктер сұрай алады. Мүмкін біреу денсаулық сұрайды, біреу ризық сұрайды, біреу бақыт сұрайды. Алла тағала бәрін естиді. Сондықтан бұл түнді бос өткізбеу керек. Телефонға немесе басқа нәрсеге уақыт кетірмей, осы түнді құлшылыққа арнаған дұрыс. Қадір түні өмірді өзгертуге мүмкіндік беретін ерекше түн. Мүмкін дәл осы түн сіздің дұғаңыз қабыл болатын түн шығар. Сондықтан жүрегіңізбен дұға жасаңыз. Алладан шын ниетпен сұраңыз. Өйткені Алла шын жүректен жасалған дұғаны жақсы көреді. Қадір түні үміт, кешірім және береке түні.
Сондықтан бұл қасиетті түнді қадірлейік. Алла тағала баршамыздың дұғамызды қабыл етсін. Әмин.